Су – тіршіліктің бастауы. Бірақ табиғат заңына бағынбай, арнасынан асқанда ол қауіпті апатқа айналады. Су тасқыны жер шарының барлық аймағында кездесетін табиғи құбылыс. Қазақстанда да жыл сайын көктем мезгілінде өзендер арнасынан асып, елді мекендерге қауіп төндіреді. Бұл тек табиғаттың ғана емес, адамның өмір салтына тікелей әсер ететін сын тегеурін. Су тасқынының негізгі себептері бірнешеу. Көктемде қардың тез еруі мен топырақтың суды сіңірмеуі, күшті нөсер жаңбыр, өзендегі мұз кептелістері, гидротехникалық құрылыстардың апатқа ұшырауы, кейде табиғи факторларға адамның өзі де себеп болады. Ормандардың кесілуі, өзен арналарының тарылуы, аумақтың дұрыс жоспарланбауы судың табиғи ағысын тежейді. Соның салдарынан су тасқыны күшейе түседі. Су тасқынының салдары. Су тасқынының зардабы ауыр. Бірнеше сағаттың ішінде жүздеген үй қирауы мүмкін. Мыңдаған гектар егістік жарамсыз болып қалады. Электр, газ және жол инфрақұрылымы істен шығады. Ең бастысы, адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төнеді. Мысалы, соңғы жылдары Қазақстанның әр аймағында жүздеген отбасы эвакуацияланды. Бұл табиғат апатының алдын алу мемлекет үшін де, әр азамат үшін де маңызды міндет екенін көрсетеді. Су тасқыны кезіндегі қауіпсіздік шаралары. Су тасқынын толық тоқтату мүмкін емес, бірақ оның салдарын азайтуға болады. Өзендер мен бөгеттерді уақытылы тазалау және нығайту, қауіп аймақтарын алдын ала анықтап, халықты дер кезінде хабардар ету, құтқару қызметінің дайын болуы, әр отбасының апат кезіндегі әрекет жоспары болуы керек. Ең қарапайым ережелерді есте сақтау қажет. Су көтерілген кезде өзен көл маңына бармау, құтқарушылардың нұсқауын орындау, қажет заттары бар дабыл сөмкесін әрдайым дайын ұстау өте маңызды. Апатқа ұшырағаныңыз жайлы белгіні де дұрыс беру арқылы өзіңізді ғана емес, жақындарыңызды аман алып қалуға болады. Су тасқыны табиғаттың ескертуі. Ол бізден сақтықты, дайындықты және бірлікті талап етеді. Әрбір жауапты қадам адам өмірін, туған жерімізді сақтап қалуға мүмкіндік. Табиғатқа құрметпен қарасақ, апаттың да қаупін азайта аламыз.